Маусмашарды қорытындылайтын гала-концерттік ойындар Жайдарман жобасының 3-ші шығарылымы. 7 күн мереке, 7 күн жастар саясаттың бір айқын көрінісі, жұмысты көзбен көрінетін нәрсе. Мысалы, бәрі өз ниетімен келіп отыр. Өз жоба және ұйымдастырылуда сапалы көрініп тұр, бір жақсы менеджментпен, биыл бір жақсы оймен, креативпен кіріп жатқаны. Финалға 4 команда шықса, менің ойымша 4-еуінің рудный, қыздар емес, ақпен бірге талант шығады деп ойлаймын. 4 финалист. Ал егер чемпиондықты кім алады десеңіздер, егер ерік-ерікке салынып, немесе бей-жай қарап, немесе мүлдем қатты дайындалып жанып кетпесе, рудныйда бір шанс бар. Және қыздар еместе де шанс бар. Қыздар емес әлі өзінің үздік ойындарын көрсеткен жоқ. Құтқарушылар құрамасы биылғы маусымда Астана ашық лигасында өнер көрсететін болады. Жігіттер көңіл-күй қалай, настрой түсіп қалған жоқ па? Жоқ, өте керемет. Жақсы болды. Негізі бір жағынан шыңдалып келетіміз, келесі жылы 2024-ке дайындалып. Ешқандай реніш жоқ қой? Жоқ, ешқандай реніш жоқ. Редакторлардың шешімдерімен ешқандай келісеміз, толық келісеміз. Бұл жасалып жатқан нәрсе бізге жаман болсын деп отырған жоқ қой. Дұрыс жағынан түсініп жатырмыз. Кішкентай бала емес, ренжіп кетіп қалатын. Уже примерно түсініп тұрмыз, не істеу керек екенін дәл. Жазда ойлап қыстым бағым, сағыныс құрамын, мені қыстырмадым, сені ысырам. Құрметті Астана қаласының тұрғындары және де қонақтары, биылғы жылы бұйырса Жайдарман жоғары лига ойындары және де Астана қалалық ашық лигасы тұрақты түрде Астана қаласында осы бейбітшілік және келісім сарайында өтетін болады. Кішігірім Жай Мюзик жайлы айтып кетсеңіз. Жайдарман Мюзик былай айтқанда эксперименттік жоба ретінде басталды. Биыл 1-ші жыл. Қатысушылардың бәрі маған қазір жіберіп жатыр. Негізі жақсы жоба болады. Енді сұрақ, Жай Мюзикқа тек қана Жайдарманға қатысы бар таланттар қатыса ала ма, әлде сырттан келіп те қатысуға бола ма? Кез келген қатысушы өзінің музыкаларын жібереді, соның өзінің күшіне қарай, әуеніне қарай біз таңдап, ары қарай іріктеп алып кетеміз. Сіздер продюсерлік жұмыс жағынан көмектесіздер ме? Қалай болады соны бір айтып? Біздер барлық жағынан, егер бізге ұнаса, біз келесі тағы да былай айтқанда тапсырма береміз. Сол тапсырмадан өтіп, біздің көңілімізге шығатын болса, жылдың соңында оған бейнебаян түсіріп, және де бір өлеңдер жазып, альбом жазып беруге де кәдімгідей ықтимал жасаймыз. Тегін болады? Бәрін тегін жасаймыз. Лаука, как настроение, брат? Күшті, брат. Мен сен көрген оғанып тұрмыз. Мен де сен, біз замандастар, өзіміздің туысы, жігіттер қазір шығармашылық жағынан көптеген жұлдыздардың концерттерінде, клиптарында өнер көрсетіп жүр. Ризам, брат, шығармашылық талыстайым. Рахмет, үлкен Жайдарман жасасын. Сен оралғанына қатты қуаныштым. Сен саңып қалдың блоктарың бар ғой, ема. Бұрында келіп жүрдің ба Маусмашарларға? Жоқ, мен постоянно ютубтан көретінмін ғой. Биыл бізде демалыс болды. Сол үшін бірінші рет давайте барып көрейік до конца, от начала деп. Живой. Ойындарда, өткендегі ойындарды қарадың, залдан тамашаладың, Тусаның атмосферасын сезіндің, қалай екен жалпы? Жақсы, кайф өте. Андай, бірақ кішкене үйренісе алмайтын. Ютубтан қараған басқаша екен шынымен. Қайсысы дұрыс? Білмеймін, маған ютуб дұрыс сияқты. Ютуб дұрыс сияқты ма? Живой қиын болып тұр ма? Живой андай қиындау, кейде бір приколдарын мен түсінбей қалам, бірақ зал полный түсініп күліп жатады. Жайдарманшылар сенен көмек сұраса, мысалы музыка жағынан, бағыт жағынан көмек беруге қалай қарайсың? Жоқ, ондай көмек болмайды ешқандай. Көмексіз ме? Ойнап айтам. Жайдарман ғой. Сіздер келіп ойнадыңыздар, өнер көрсеттіңіздер, енді маусымға кіресіздер ма или тек қонақ па? Қонақ нон-стопқа ойнауды арнайы қонақ болып келді. Тек әшейін Тусаға келіп, өздерің сағыныш басып. Алдыңғы жылы бармағанбыз ғой. Сол кездегі Тусаны праздникті көріп, шыдап жата алмай қалдық. Биылға келеміз дедік, келдік. Қалайсыздар, сағынысыздар? Сен қоштасып кеттің бе, болды ма? Болды. Келмейсің бе? Хту тарифы, Хту құрамасы, Жеке Жайдарман тобы, Байдың балалары, Жаңаұрған құрамасы, Келес Абай КВН командасы, Тесо КЗ бар. Одан кейін бір ашық лигада бір команда ойнап шыққан 1-2 күн. Осы командалардың барлығында ойнап, биыл қоштастық. Құдай қаласа арнайы жобаларға келіп тұратын шығармыз. Бұйырса, саған Түркістандық іні бауырларың атынан, жалпы Түркістанның атынан рахмет айтамын мен. Рахмет, Сен Түркістанның Жайдармандағы амбассадорысың. Айналайын бауырым. Жайдарман ойындарын тұрақты түрде сіздерге сапалы етіп көрсетілуіне бірден-бір ықпал ететін Жайдарман ойындарының бас режиссері Дәулет ағамыз. Қазір сапа күшейген сайын камераларда көбейіп жатыр екен. Качество да күшейіп жатыр, бәрі күшті болып жатыр. Шүкір. Сізге қиын болатын жоқ па? Жоқ, маған керісінше өте оңай болып жатыр. Және де сапалы дүние түсірген кезде өзіңді
кішкене рахат ләззат аласың жұмысыңнан. Камера көбейген сайын ләззаттана бересің ғой. Ең бастысы еңбектену керек. Жас командаларда жекпе-жек форматында болғандықтан жас командаларда былайша айтқанда тәжірибелі командаларды наказать етіп, доказать етіп тастауға көп мүмкіндік бар. Бұл сайыс бірден бір сонысымен қызық. Жастар көбінесе мықты командалар жеңеміз деп талпынады да, олар көбінесе жеңіске жетіп жатыр. Өйткені өткен жылғы ойындардың үлгісіне қарайтын болсақ, сондай болып жатыр. Биыл еңбектену керек, оның үстіне финалға дейін бір ғана конкурс болады бәрінде. Барлық жерде тәртіп болу керек. Көбінесе тәжірибелі командалардың тарапынан енді еркелік болды деп расслабон болып қалды. Қазір былай ойнайсалақ түбі өтеміз ғой деген ой болды, бірақ бір жағынан талпынып келген командалармен салыстыратын болсақ, ол өте әділ шешім менің ойымша. Қазақ қасында боласыз ба биыл? Былтыр көп болмадыңыз. Былтыр енді соңына қарай жұмыстар көп болып кетті, және түркістандық сериал шықты, түркістандық сериал соның монтаж жұмыстарымен көп отырып қалдым. Биыл қалай? Биыл Құдай қаласа, барлығы жақсы болса, бәрі неқса, енді соңына дейін болуға тырысам дедім ғой. Рахмет ағызға. Сендерге рахмет. Құрметті жайдарманшылар, міндетті түрде Еркебұлан ағамыздың ақылын тыңдаңыздар. Сол кезде бұйырса бәрі күшті болады деп ойлаймыз. Бізге де тыңдау керек еді, негізі соны. Бәріне үлгердім деп айта алмаймын, бірақ нон-стопта болдым. Қалай болды? Өткен жолы жақсы болған десең. Өткен жолы біз ойнадық қой. Жақсы болды, өте жақсы болды. Жігер тобы, Бақай тобы шыққан кезде, Өктем Алтаев шыққан кезде барлығымыз шыны керек, баяғы үшінші классқа бір барып қайттық. Аралас командасы биыл Жайбатылға келе ма? Бұйырса, келеміз. Өткені біз келейін деп жатыр дейді. Любойын ғой. Любойын ғой. Азия Миксті де алғанбыз. Жүрегімді сенің ағыңмен ауры қылып ап, емін таппай жүрек менің. Жігіттер, чемпиондық жалпы осындай жетістіктің сырымен бөліссеңдер. Сыры еңбек, ынтымақ, бірлік, жайдарманға деген махаббат. Бұл сол нәтиже береді, чемпиондыққа апарады. Ешкімге көкірек көтерудің қажеті жоқ, барынша иіліп, үндемей, бар мінезіңді, бар өнеріңді сахнада көрсету керек. Қалған жақта тып-тыныш тәде-тәде деп жүру керек қой үшін. Кино қашан? Кино Құдай қаласа күзде или қыста кірісіп жатырмыз қазір. Құрметті жас жайдарманшылар, барлықтарыңызға сәттілік, Құдай қаласа біздің жолымызды беріп, чемпион болыңдар, одан кейін кино түсіріп байып кетіңдер. Бос жыл сериалдар, пародиялар, келесі жылы үлкен киноға барсақ па деп жатырмыз, Алла қаласа. Қанет қосасыңдар ма? Бұйырса, обязательно. Басқа не едесің? Басқа, тыныш сол. Қашан үйленесің? Осы жылы. Тойыңды қайда жасайсың? Тойымды Тараз қаласында шақырам, барлықтарыңызды да шақырам осы жерге. Достар, Есін ағамызды биылғы Алла қаласа келе жатқан 50 жас туғанымен құттықтап қояйық. Тапер өздерің таперларың ба? Жоқ. Ол туралы арнайы шығарылым болады. Құттықтаймын аға. Рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай, дайындық қалай? Керемет, тамаша, зың, зор. Кеше өте қатаң, бірақ өте әділ, өте тамаша іріктеу ойындар өтті. Енді сол мүмкін ренжіп қалғандар болар шығар, мүмкін дұрыс қабылдағандар болар шығар, сол ойыншыларға бір ауыз айтып жіберсеңіз өзіңіз. Ренжуге болмайды. Өмір ғой, өмір деген жарыс. Енді бұрынғы ойнағандарын жаңағыдай бір алға салатын топтар болар, бірақ дегенмен ондай азайып келе жатыр. Сондықтан жақсы солай шешім шығарды. Әрине менің келіспеген командаларымда болды. Себебі мен тек жалғыз өзім шешім шығармаймын. Қасымда редакторлар болды, мына жақта қаздар алқасы болды. Содан бір мәмілеге келіп, орта осындай шешімдер шығардық. Бір-екі команда әрине керек еді, енді бізде дауыс шынайы болады. Алда сайлау келе жатыр, сондықтан да шынайы дауыстар болсын. Сосын тағы мынадай команда қалай түсіндірсем екен? Командасына өзінің достарын жинап алатын команда, рөлге таласатын команда, команда сахнаға шыққанда тапер ұйықтап қалатын команда.
уақыт көлікте. Ложь бывает сладкой, но стреляет правда. Только небо знает, что же будет завтра. А мы перестанем делать злой. Дальше, короче, мына бала үшін өш алады ғой ағалар. Жан қараяқта да конца күшті отыр ғой. Қараяқта күшті отыр ғой да конца. Кино қарау үшін келдің ба немен асыма? Мейрамбек. Қойшы Мейрамбек. Не болды, не өзгерушісің сен? Қойшы. Не болды, жақындасаң кәдімгі киізді артып кісі не болды саған не? Қойшы Мейрамбек. Ерін бір мінезінде өзгеріс бар болса, соттың дейсіз кім анау, кімдер өзгерушісің сен? Қойшы деймін. Дай, бер сәкен. Сен дейтін нағым Алтынбек деген. Інім ғой. Не бітпейтіндер осы тек, інім деп. Алматы қаласында оқитын інім ғой. Қайда? Алматы қаласында қалың кезетті оқитын інім. Ой, қойшы, мынау. Әкеш жан болды. Акпеш деймін жан. Мадина, привет. Қалайсың? Не істейсің? Алейкум ассалам. Ей, финал жайлы айтайықшы. Ана финалдан кейін андай комментарийлер көбейіп кетті андай. Ақпен бірге өту керек еді, чемпион болу керек еді. Ату недостойны дегенше, соң бәрін Дубайда жатып оқығансың ғой. Кәдімгі жастаны! Дубай деген зор екен, құрмет көрмеді. Дубайға бар, қыздарын айтса, қыздарын. Дубайдың қыздарын жанында хан Алтынай дым болмай қалды ғой. Хан Алтынайдан да қара қыздар бар екен. 7 лет КВН, 7 лет ваших сердца. Команда КВН Ату с любовью. Мы скажем до свидания. Құрметті достар, Жайдарманның 2022 жылғы чемпиондары Ату құрамасы жігіттер қоштасты бүгін. Қалайсыздар? Күшті. Дұрыс па, құттықтаймын жігіттер, тағы да чемпиондықпен. Құдай қаласа, алдағы уақыттағы шығармашылықтарыңды тек қана тауып Жайдарманға келіп тұрыңдар. Арнайы жобаларда болатын жасыңдар? Жоқ. Боламыз бұйырса. Шақырту болса. Жайдарманның көрермендері, Жайдарманды ойнайтын жалпы жайдарманшылар барлықтарыңа айтарым, бастаған істеріңді до конца бітіріп кетіңдер біз сияқты. Сосын Жайдарманның көрермендері соңына дейін әрбір жанкүйер болған командаңызға до конца жанкүйер болыңыз. Сол. Өз маусым бойы ойнауға шамаңыз жете ма? Жоқ, шама жетеді ғой, уақыт жетсе болды. Енді бұл мен әлі күресіп жатырмын ғой. Бұл әлі бірден жоқ болып кететін ауру емес. Сондықтан айтқаным ғой, мен бұл оқиғаны шынымен қалай аяқталатынын білмеймін, бірақ мен бір білгенім дұрыс орта таңдаппын. Осы Жайдарман ортасын таңдағаныма мыңда бір Аллаға шүкір деймін. Шын ғой, Жайдарман көп нәрсеге себепкер болып жатыр. Біреудің әнші болып жатыр, Жайдарман арқылы біреу актер болып жатыр. Ал менің сол өмір сүруіме себепкер болды. Шынымен кәдімгі үлкен септігін тигізді, әрине Алланың қалауымен. Алла қаласа бәрі жақсы болсын, осылай ортаң қолдай берсін. Аллахтың қалауымен соңына дейін барлығы күшті болып кетіп, тек қана сахнада өнер көрсетіп, халқыңды қуантып, көрермендеріңді қуантып, осылай сүйіспеншілікке бөленіп, Алла қаласа осы сахнада Жайдарманның чемпионы атанып, чемпион ретінде келіп, тамашалап, демалып жүретін нәсіп етсін Алла. Көп рахмет, брат, көргеніңе саған. Міне достар, осымен маусым ашар 2023 өз мәресіне жетті. Гала концерт аяқталды, барлығы тамаша. Маусымға барлық командаларға сәттілік тілейміз. Қандай лигаға түсеңіз де ешқандай мойымай, тек қана алға чемпион болыңыздар. Келесі жылы дәл осы жерде маусым ашарда жолыққанша дейміз. Жайдарман лайв жобасы маусым бойы жалғасатын болады. Жайдарманның барлық қызықтарын осы каналдан тамашалайсыздар. Сондықтан да тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Биыл бізде керемет маусым болғалы тұр. Әдемі маусым енді ғана басталды, барлығына сәттілік. Аман сау болыңыздар.